Осы уақытқа дейін негізі заңдылықтарға көп мән бермеппін да. Баяғыдан бері миымды ауыртқым келмей жүрген нәрселерді шындап кірістім да. Ассалаумағалейкум достар. Бүгін біз кезекті түлегіміз Әділет Әміровтың кәсібіне қонаққа келдік. Оның кәсібі тату караоке бары. Әділеттен бүгін бізден қандай инсайттар, қандай білімдер, қандай құралдар алып, оны қолданып, қандай нәтижеге қол жеткізгендігі туралы білетін боламыз. Ал ондай болса, кет. Көп рахмет осыға. Менде бәрі жақсы, керемет. Кәсібіміз алға қарай жылжып жатыр, дамып жатырмыз. Q4 бизнес мектебінен кейін өзімнің жеке тәжірибемде көптеген сіздерден алған инсайттарыммен пайдаландым. Q4 бизнес мектебінің менің кәсібіме деген берген үлесі өте зор. Сіздердің берген білімдеріңіздің, инсайттарыңыздың арқасында. Әділет, бүгін біз сенің кәсібіңе қонаққа келіп қалдық. Сенің жағдайыңды білуге. Жалпы Q4 бизнес скулдан кейін кәсіп қалай болып жатыр? Қош келдіңіз досаға. Шүкір, кәсібім алға қарай ілгерілеуде. Жағдайым жақсы, рахмет. Осы Q4 мектебіне сабаққа қатысқалы бері содан кейінгі оң өзгерістер алып келді менің кәсібімде. Сіздердің мектептеріңізден өзіме керемет инсайттар алып, соны қазір өзімнің кәсібімде практика жүзінде қолданудамын. Пайдасы қазірдің өзінде нәтиже бар деп айта аламын. Жақсы, өте керемет. Ендігі менің кезекті сұрағым, біз тұғыр бизнес курсы барысында нақты қандай құралдарды алдың сен? Нақты қандай инсайттарды алдың? Соны қолдандың? Содан қандай нәтиже шықты? Сол туралы біраз тарқатып айтып кетсең. Мен кәсіп бастағаныма 1,5 жылдай уақыт болды. Бірақ осы уақытқа дейін негізі заңдылықтарға көп мән бермеппін да. Q4 мектебінде алғашқы сабақтың өзінде неше таңдау болды. Мен өзімнің мейрамханасы кәсібім жақсы көрем. Тек қана сондай бір қызығушылықпен ғана, романтикалық қана подход болды да менде бизнеске деген. Командамен жұмыс істеу деген сияқты. Тек қана бізде мықты сервиспен қолжетімді баға болды менде. Ал Q4 мектебінен кейін менде бұл уақытқа дейін өзімдік бір бренд қалыптастыру деген, бренд деген мағынаны дұрыс түсінбей келіппін. Q4 мектебіне келген сол жердегі мықты мамандармен кеңесіп отырып, сол жерден тағы да бір алғаным, істеп келген нәрселерімнің нақты ғылыми дәлелдерін, ғылыми жағынан біле алдым да. Олға кіріп іздеп, соны қайттан сол жерден алған инсайттарыммен сол жерден қарап, өзім келіп, үйде келіп дайындалып қарасам, 4P дейді, 5P, 7P. Солармен күнделікті істеп жүрмін. Осы Q4 мектебінен соны нақтылай келіп, нақтылай практикамды қолданып, қазіргі таңда мықты нәтижелерге жетіп жатырмын. Солай аз ғана уақытта мен айта аламын. Сіздердің мектептеріңізде Мейірбек Бердібайұлының келіп сабақ берген команда жөніндегі тақырыптан кейінде мен өзім бұрын командаға аптасына 1 рет сабақ өтетінбіз, бірақ нақты емес. Тату бар караокенің аясында ғана болатын да ол. Жаңағы команда туралы сабақтар, екінші сабақтан кейін мен уже өзімнің кәсібімде тату академия деген аштым да. Ол жерде қалай? Ол жерде біз барлығымыз бірдейміз. Қызметкерлер, мен барлығымыз бір наравнеміз, бәріміз бір партнерміз. Сол жерде өзіміздің проблемаларымызды, жұмыста келген проблемаларды нақты олар айта алады. Соны шешуге барлығымыз команда болып шешеміз. Және нақты вопростарды сол жерде талқылаймыз. Солайынан тату академия дүниеге келді. Тату караоке бардың ішінен. Осы сіздердегі команданың арқасында. Ал одан кейін өзімнің бір жаңа бір талантымды аштым десем де болады. Өзім нақты айналысатын нәрсемді таптым да. Осы мен неге көп мән беруім керек, соны таптым. Өзім шын мәнінде немен жақсы айналыса аламын. Ол жағында осы неден кейін команда туралы көптеген кітаптар алып, соны оқып зерттедім. Қазіргі таңда сонымен командам алға қарай ілгерілеуде. Командамда да уже өсу бар, сезіледі, байқалады. Алған нәрселерім осы деп нақтылап айтыламын да. Ол жағында маркетинг жағынан білімімді даже айтуға болады 10%-дан бір 50-60%, 70%-ға дейін көтердім деп. Командамен жұмыс жасауда да кәдімгідей өсе алдым. Алдағы уақытта өзімде ойда жүрген бизнес жоспарларыма инвестиция тартуды үйрендім. Және осыдан кейін менің парақшама кіріп қарасаңыздар болады.
жеке брендингті дамытудың өзіне де кәдімгі үлкен әсер тиді да менде. Соңғы 1,5 айдағы посттарын қарасаңыз өзгешелеу. Бұрынғыдай 2-3 ғана сөйлем емес, нақтылық бар. Нақты ұзақта емес, қысқадан нұсқа. Бірақ нақтылық бар. Өмірге деген шектеулерді де алып тастауға көмек тиді кәдімгідей. Өзім миымда бұрын шектеу болғанымен, қазір уже шектеу емес. Қазір бұрын миллиондарды ойласам, қазір уже осы курстан кейін шынымен миллиардтарды да ойлай берудің ойды шектемеудің барьерін аса алдым да. Солайда қазіргі таңда уже бизнес жоспарлар бар ойда жүрген, соларды нақтылап істеуге кірісудемін. Ары қарай осы кәсібімді дамытам дегенде кәдімгі үлкен бір жоспарлар құрылды осыдан соңғы уақытта аралықтарында. Сондықтан Кюпо бизнес мектебіне және ұжымына, спикерлеріне алғысым шексіз. Үлкен жетістіктер, әлде үлкен жеңістерді Кюпо бизнес мектебінен күтуге болатынына мен сенімдімін. Және өзім шынымен де шын жүректен жаңа бастап кеткен кәсіпкерлерге, кәсібімді бастаймын деп жүрген жастарға мықты білім ордасы деп мен 100% кеңес бере аламын. Құрметті достар, біздің Кюпо бизнес скулдың ұстанымдарының бірі ол әрбір бизнес иесі өзінің бизнесінің бизнес тренері, өзінің командасына ментор, өзінің командасына ұстаз болу керек. Соны әділет сол біздің берген нәрсені, инсайтты дұрыс пайдаланып, қазір кезеңде Тату Академи деген өзінің бизнесінің ішінде сондай бизнесті үйрететін, өздеріне қалай қызмет көрсететін, басқа да маркетинг жағынан өз қызметкерлерін үйрететін мектеп ашқан. Сол мектептің өзінің бизнес тренері. Енді әділет, мен сен сұрағым, 5 аптада 5 модульдан тұрады. Сол модульдің арасында саған ең қатты ұнағаны және де саған жетіспей жүрген модуль қай модуль болды? Содан нақты сен қандай нәрсе құрал алдың? Нақты модуль айта аламын. Мен өзім маркетинг жағынан оқығанмен бір қызығушылық көріп, қатты түсінбейтінмін кітаптарды оқыған кезде. Бірақ сол жерде қарапайым ғана сөздермен, қарапайым ғана презентация маған жеткізе білді Исмаил Құлан мырза, біздің маркетолог спикеріміз Исмаил мырзаның арқасында мысалға айта аламын. Маған жеткізе білді, маған бір направление беріп жіберді. Мен оны ары қарай өзім іздеудің баяғыдан бері миымды ауыртқым келмей жүрген нәрселерді шындап кірістім да. Кюпо бизнес мектебіне беріледі, аптасына күнде бір тапсырма. Соларды орындау нәтижесінде түсіне алдым да. Бір аптаның ішінде мысалы маған сол маркетинг саласын шынында да кәдімгідей өзіме көп деген бір аштым, бір воротаны аштым деп айтып, бір қақпаны аштым маркетинг жайлы. Және де менде бұрын өзімде келген управленческий качество бойымнан табылатын, өзім командада кітаптарды қызығып оқитынмын да. Және одан кейін қатты өзімді дамытуға деген ашқаны команда тақырыбындағы екінші сабақ команда тақырыбы болды. Командамен жұмыс істеу, мықты команда құрудың 7 қағидасы. Сол жерден неге сұрақ болды да, неге менде өзім бизнес тренер осы команда жөнінен, сервис жөнінен неге өзім дамытпасқа деген идеямен күнделікті істеп жүрген нәрсем неге мен ондай бір көрсетіп басқаларға да мүмкін сабақ болар дегенде өзім Тату Академи деген аштым. Енді қазіргі таңда аз ғана уақытыңызда Тату Академині өздеріңіз көргендеріңіздей жетістік бар айта аламын да. Барлық жағынан дамып жатырмыз, командамен бірге өсіп жатырмыз. Және мен істегенім қазір команда ғана емес, біз үлкен бір жанұя ретінде мен создавать етіп жатырмын өзімнің караоке бардың ішінен. Соған айта аламын, өзім мықты маркетинг жағынан көп білім алдым, инсайттар. Және жеке брендингті қалай жасау керек. Ол да отдельно бір бөлек сабақ болды, соның өзінде жеке брендинг қалай жасау керек. Одан Қайрат Құдайберген ағамыз айтқан өткен сабағы спикер болған инвестиция тартудың жолдары, инвестордың алдында өзіңді қалай ұстау, қалай құру деген сияқты, қалай тұру, презентацияны қалай қорғау керек, соны үйрендім. Және тағы біреуі, бұрын менде сабақ өткен кезде тек қана неге командамен істеген кезде қарапайым тақтаға сызып солай болатын. Ал қазіргі таңда мен соның өзін дұрыс жасау, дұрыс подходты үйрендім сіздердің нелеріңізде. Оны презентация ретінде жасау, оны сақтап кейін де оның пайдасы тиеді екен өйткені үйреніп жүріп өзім үйрендім да сол жерден. Қазіргі таңда кәдімгідей презентациямен аптасына бір рет 2 сағат уақытымызды бөлеміз. Сол жерде барлық проблеманы шешеміз, үйретеміз.
өзіміздің білген білімдерімізді аламыз. Жаңағы тек қана ол жер жаңағыдай ол ғана емес, соның аясында өзіміздің тату академияның графигі бар. Ол жерде жаңағы жұмысқа келгеннен бастап жұмыс уақыты әр қызметкердің өзінің функционалдық қызметтері бар. Айдың үздік қызметкерін белгілейміз, айына бір рет. Және де жаңағы тимбилдингтің өзінің уақыты бар. Жаңағыдай генеральный тазалық, соның өзінің уақыты бар. Ол тату бар караокенің аясында емес та, тату академияның ішіндегі жаңағы несі бір бұрышындағы орындалу керек нәрселер. Сол кезде жұмысқа ол да бір тағы бір олар үшін, бір менің қызметкерлерім үшін, менің командам үшін жаңа бір есік сияқты болды да. Ол жерде уже басқа жұмысқа екеуінің подходы екі түрлі, екі жұмыста істеп жатқан сияқты. Ал ана жерде қызметкер болса, ана жерде бір саланың эксперті. Мысалы біздің кальян жеңгіз болса, ол кальянның экспертсің деймін. Тату академияда сен кальянның экспертсің. Бармен де сен ол жерде сен жаңа қырларымен көрсетуің керексің, жаңа бір нәрсе ойлап шығар. Солай жаңағы өзін мастер қылуға бар үлесімді қосып жатырмын қызметкерлердің жанында. Бар саласын зерттеп, бардағы жаңа нәрселер ойлап тауып, официанттарым сервистің бір жаңа бір деңгейіне жетіп, өздерін сол салада эксперт қылып шыңдауға жаңағыдай бір мектеп болып жатыр да ол тату академия деген. Бәрекелді. Енді тағы да бір сұрақ. Сен жаңа инвестиция сабағында алған керемет инсайттарды туралы айттың. Сол нақты инсайттарды қолданып, сен қазіргі таңда мен естідім, сен инвестиция тартып жатсың, соларды қолданып. Сол жөнінде толығырақ айтып кетсең. Қандай инвестиция, не үшін? Қазір менде бұрыннан өзім мастич форматында ойымда жүретін бір керемет бір ішінің барлығы әдемі, престижный. 1-3 теориясы дейді ғой. Жаңағыдай сервис болсын, жаңағыдай ішінің интерьер болсын, дизайны болсын, қызметкерлердің формасы, логотип, барлық дизайны мықты да, 3-тік деңгейде де, ал бағасы эконом. 1. Солайынан жаңағыдай өзімнің бизнестің 4P ережесі бойынша бір кереметтей бір зат, керемет бизнес жасағым келіп жатыр. Соны қазіргі таңда сол процесстемін. Сол бизнес жоспар дайын болғаннан кейін ары қарай инвестордың алдында мықтылап қорғап шығамын деген сенімім мол. Және тағы бір Q4 бизнес мектебінің ерекшелігі, мен қазір кетсем де жаңағыдай бизнес сертификат алып кетсем де, маған әрдайым 24 сағат Q4 бизнес мектебінің офисінің есігі ашық. Және ол жердегі спикерлер, Досан ағам маған кез келген уақытта ақыл кеңесін беруге, бизнес план жасау деген де оңай емес. Білесіз, жаңағыдай мықты білім керек, MBA жөнінен білім керек. Және сол Q4 бизнес мектебінің спикері Досан ағам маған кәдімгідей көмек көрсетуде. Маркетинг жағынан болсын, бизнес планда қателіктерімді көрсетіп, офиста барып жасап, мүмкіндік беріп жатыр да, сондай кереметтігі да соның. Q4 бизнес мектебіне жаңағыдай тағы бір алғаным, мен бітіріп кете салған жоқпын. Ары қарай Q4 бизнес мектебінің жанұясының бір белгілі бір мүшесімін деп айта аламын да. Өзіміздің әлеуметтік желілердегі бөлек чатымыз бар, Q4 клуб деген, Q4 жанұя деген, сол жерлерде ары қарай да біз араласып, дамып, бір-бірімізбен инсайттарымызбен, тәжірибемізбен бөлісіп, ары қарай Q4 бизнес мектебіне үлкен жанұя болып дамытып жатырмыз бірге. Керемет, әділет дұрыс айтады. Q4 бизнес мектебінің ұстанымдарының бірі ол мықты лидерлер тәрбиелеп шығару. Әділет сондай лидерлердің бірі болады деген сеніміміз мол. Жақында ғана Әділет келіп біздің мектепке өзінің инсайттарымен, командамен жұмыс істеу жөнінде тату академияда жасап жатқан жұмыстарымен бізбен бөлісті. Өте керемет. Сондай-ақ біздегі бір ұстанымымыз, әрбір біздің түлек өзінің саласында, мысалға ресторан, хореке саласында, болмаса сауда саласында, болмаса қызмет көрсету саласында өзінің лидер болып, сол саланы өзгерту. Яғни қазір Әділет хореке саласында жұмыс істеп жатыр, яғни ресторан, қонақ күту саласында жұмыс істеп жатыр. Сол салада енді сенің өзіңнің қандай жоспарларың бар, қандай жаңалықтар енгізсем дейсің? Мен қазіргі өзім айттым ғой, өзім бір талантымды аштым дедім да, командамен жұмыс істеуде мен қолымнан келеді. Менде кәдімгідей қазір байқаймын, командама рух бере аламын, мотивация бере аламын. Жаңағыдай қызықтыру арқылы мен оларды үйрете аламын да. Қазіргі таңда оны көп жерден көресің, кейбір официанттық қызметке күлмейді мысалға. Подача дұрыс емес. Мен соны осы жерде тату академия аясында мықтылап зерттеп, сол нәрсенің мастер болып, тек қана жаңағыдай хореке саласындағы бір сервис, Джон Шоу сияқты өзім алдыма мақсат қойдым. Сол кісі сияқты бір қазақтың сервисінің бір гуру атанғым келеді да. Сол сіздердің білімдеріңіз арқасында өзім талантымды ары қарай дамытып жатырмын қазіргі таңда. Акценттің барын осы командамен жұмыс істеу, сервиске қарай бұрып,
қазір менің қолымнан ол да келіп те жатыр. Соны айта аламын, бір сол қазақтың қонақжайлық сервисін мен қонақжайлығын бір жоғары деңгейге тек қана Қазақстанның аясында ғана емес, бүкіл әлемге танытқым келеді. Өйткені ол қазақтың күлімсіреп қонақты қарсы алуы, күліп тұрып қарсы алып, күліп тұрып шығарып салу, сол екеуінің арасындағы бір керемет процесті тыңғылықты зерттеп, соны майын шағып тұрып бір керемет дүние жасағым келеді. Адамдар келген адам қайттан жаңағындай қайта келе беретіндей бір мықты дүниелер жасап, мықты жаңағындай хорека саласындағы бір Қазақстандағы емес, бүкіл әлемдегі мықты бір мейрамханалар ашқым келеді. Және де қазақтың ең ұлы армандарының бірі қазақтың қуырдағын, мысалы енді өзіміздің елімізде де дұрыс дамымайды да ол әлі. Сол қазақтың қуырдағын бір Нью-Йоркте сату. Бәрекелді. Менің ұлы армандарымның бірі. Алырсыз ол арманға да жет. Бәрекелді. Әділетті өзінің ең басты нәрсе ол өзінің талантын ашқан туралы айтып отыр. Негізі КИФО бизнес скулдың ұстанымдарының бірі, ұрандарының бірі ол кел өзіңді тап. Бізге студенттер келген кезде біз көбінесе олардың қандай потенциалы бар, қандай ерекшелігі бар, қандай уникалдылығы бар, соны ашуға тырысамыз. Сол арқылы соның негізінде өзінің бизнесін жасатуға тырысамыз. Әділет соны тапқанына біз өте қуаныштымыз. Әділет, тағы да бір енді негізгі сұрағым. Ең негізгі бірақ ерекшелікті айтсақ, КИФО бизнес скулдың қандай ерекшелігі бар деп айта аласың? Қысқа ғана. Айта аламын, жаңа айттым ғой, тағы да КИФО бизнес мектебіндегі еркіндікті айта аламын. КИФО бизнес маған еркіндік бере алды. Мысалға біздің караоке бар, кешкі 6-тан таңғы 6-ға жұмыс істейді да, кейде бір мықты бір идея не келген кезде мен даже түннің ортасында барсам, Q4 бизнес мектебінің офисіне барсам, ол жерде міндетті түрде бір адам болады да. Саған ойымен бөлісетін, көмектесетін адам болады. Сондай бір еркіндік доступностьқа мен шынымен риза болып отырмын да. Және бұл жерден тағы бір несі, әр адаммен бір ерекше подход бар да бұл жерде. Әр студентке ерекше подход болады. Оның нишасы таңдаған саласына ерекше подход болып, соның дұрыс айтты, уникальнысын табуға көп көмегін, әсерін тигізді. Мысалы мен таба алдым деп ойлаймын. Сол жерден нақты айта аламын, мен өзімнің уникальный сторонамды таптым. Сол үшін сіздерге алғысым шексіз. Енді бір Әділет, саған тағы да бір сұрағым болып тұр. Ең жақын бауырыңа, егер осы бизнес жөнінде, кәсіп жөнінде білім алғысы келіп жүрсе, біздің КИФО бизнес скулға оқуға кеңес берер ме едің? Әрине, қазірдің өзінде мен айналамда жүрген жас жігіттер бар да. Әділет аға деп, мен де уже бір жылдан асты, жақындап айтып жүрген жігіттерге айтамын мен. Q4 бизнес мектебіне баруға әрдайым кеңес беремін. Себебі ол жерден өзінің бір жақын талантын ашуға көмектесетін жерді, бизнесін нақты зерттеп, нишаға разбор жасап, ары қарай көмектесіп алып кетуіне бір мықты бір керемет бір баспалдақта КИФО бизнес мектебі. Сондықтан мен ойланбастан барлық бизнес мектептерінен сіз КИФО бизнес мектебін кеңес беремін. Әділет жақсы айтып кетті. Біздегі студенттер оқу бітірген кезде ол оқуды бітірген жоқ. Керісінше ол бізбен қатынасын, бізбен деген қарым-қатынасын бастады. Қазіргі кезеңде өзіңмен бізбен деген қарым-қатынасын қалай көресің? Бізбен қалай жұмыс істегің, ары қарай қалай жұмыс істегің келеді? Сол жөнінде айтып өтсең. Бағана айтып қалдым, мен жанұяның мүшесімін бір. Иә. Мен де қазіргі таңда тек қана өзімнен татуаждан шектеліп қана қалмай, Q4 бизнес мектебіне келген студенттерге қазіргі таңда бөлісіп жатырмын өзімнің инсайттарыммен. Алдағы уақытта да сол қарым-қатынасты жақсы сақтап қалып, әрдайым өзімнің практикамнан бөлісуге мен әрдайым дайынмын.